Қайырлы күн достар, микрофонда Есенбек Құрбан. C++ жайында екінші видео. Бүгінгі видеода біз алдыңғы жазған кодтарға жеке-жеке әрбір қатарына тоқталатын боламыз. Кітапты ашып көреміз. Біз уже приступаем к изучению C++, яғни C++-тің алғашқы сабақтарын бастағалы отырмыз. Яғни біз бұл жерде include'пен танысамыз, main'мен танысамыз, комментариймен танысамыз, функциямен танысамыз, handle деген не екенін айтамыз және cout'тың не екенін жайында айтатын боламыз. Олай болатын болса, қазір біз программаны ашамыз. Dev C++-ті екінші сабақты создавать етеміз. File, new, project, C++, сабақ 2. Консольный режим, окей. Так, сабақ 2 күйінде қала берсін. Енді осы жерге барлық бөлімдеріне жеке-жеке тоқталамыз. Жалпы не ол, қайсы, не қызмет атқарады, алдындары айтылған, бізге дейінде видео жазатындар бұл туралы айтқан, бізде исключено емеспіз, айтып кетеміз. Ең бірінші комментарийден бастаған дұрыс, себебі кез келген программаны ашқан кезде программа жазатын сіз және сіздің көмекшіңіз не жазып жатқаныңызды білу керек. Ол үшін біз 2 слэш қоямыз да осы сабақ жайында мәлімет береміз. Мысалға, екінші сабақ, яғни ненің не екенін осы жерден біліп отыруға болады. Программа, компилятор сверху да вниз, жоғарыдан төмен қарап орындайды. Егер қандай да бір жерде қате болатын болса, программа дәл сол жерде қате бар екенін жайында ескертіп отырады. Main CPP дейтін C++ дейтін форматы. Формат жайында жақсы білетін болсаңыздар, блокноттікі текст болады, PowerPoint-тікі PPT болады, Word-тікі doc болады деген сияқты, өлеңдікі MP3 болады, видеонікі MP4 деген сияқты, мобильный приложение APK, iOS деген сияқты өздерінің форматтары болады. RAW болатын болса, RAW емес, ол Python-ның форматы болады. Яғни жұлдызша оның сақталмағанын білдіреді. Егер қазір компиляцияға жіберетін болсақ, бізден сақтау керек екенін жайында айтады. Main 2 сохранить. Сақтап болғаннан кейін бізде бұрыштағы сақтау форматы аяқталады. Программамыз дұрыс жұмыс жасалып жатыр. Яғни компиляторға ешқандай проблема келген жоқ. Келесі, мұнауда бұл көп қатарлы комментарий, слэш жұлдызша және де жұлдызша слэш. Осы ішіне алынған барлық тексттер ешқандай кедергіге ұшырамайды. Яғни осының арасында болған тексттер комментарийдің ішіне кіріп кетеді. Компиляция, project exe, көп қатарлы комментарий немесе бір қатарлы комментарий деп атап кетуге болады. Жақсы, вырезать, жақындатамыз. Енді барлық программа тілі, яғни C++-де жазылған программа main сөзінен басталынады. Main болғанда да кішкене белгі қарап кетіңіздер, ол main'ның да бас main бола алмайды, ол бір полный бас әріп, немесе main бола алмайды, немесе мәне, яғни осыған ұқсаған заттар болмайды, ол міндетті түрде main болу керек. Фигурный жақша басы дегенді білдіреді, немесе Pascal программа тілін білетін болсаңыздар, бұл бізде begin дегенді білдіреді. Және мұнау сол қатардан аяқталған немесе end дегенді білдіреді. Осының ішінде орындалған директивалар, яғни осының ішінде орындалған мәліметтер, барлығы осы main'ның ішінде болып жатқан функциялар. Int main дейтін бастапқы функция, мұнау возвращение болатын болса соған жазылады, пока ешқандай мәлімет қайтпайды. Return 0 дейтін бұл возвращение себебі алдында айтқанымыздай бұл int болғандағы үшін. Жақсы, include iostream деген нені білдіреді. Include дейтін ол барлық жерде библиотеканы айтады. Және I және O деген өзінің мәліметтері бар. E дейтін ол input, O дейтін ол output дегенді білдіреді. Бұлар не үшін қолданады? Егер сіз программаңызда белгілі бір мәліметті шығаратын болсаңыз, яғни out'ты қолданатын болсаңыз, онда осы библиотека қолданылады. Және де белгілі бір санды мәліметті типтерді енгізетін болсаңыз, айнымалыларда input қолданылады. Сол кезде бізде iostream библиотекасы болмайтын болса, бұл программа дұрыс жұмыс жасамайды.
using namespace std алдында оны жазған болатынбыз. Егер оны жазбайын дейтін болсаңыз, әрбір сяуттың алдында тырнақшаға алынып сәлем және handle дейтін болсақ, бұлардың барлығын қазір бізде программа танымайды, себебі std программасы бізге берілген жоқ. Міне std қос нүкте қоямыз. std двоеточие екеу. Тағы бір рет компиляцияға орындаймыз және handle'дың да алдында std двоеточие жетпей тұр дегенді білдіреді. Олай болатын болса, қазір бізде std жазатын болсақ істеп жатыр. Әрбір уақытта бізде сяут оңға қарайтын болса, син солға қарайды. Яғни енгізу операторы син алдына қарайды. Енгізу шығаруда әрбір уақытта std кодын жазып отырмау үшін біз алдын ала using namespace std ол қойып mainға немесе библиотекадан кейін жазып қоямыз. Using namespace std. Одан кейін сяутқа да, handleға да ештеңке қоймай, как есть, таки жаза беруге болады. Енді кітапқа ораламыз. Комментарийді айттық, CPP оның формат екенін айттық, IOStream'ді айттық, директива препроцессор библиотекасы, main бас екенін айттық, начало тела begin, яғни видимо определяемый, яғни std-ні көрінетін қыламыз, сяут сообщение, handle оның келесі новый строканың басталғаны, келесі бір текст, handle соның қатарында. Main завершение функция болады да, программа аяқталады. Ең қарапайым программа ол бізде осы listing 2-ден 1. Жақсы. Тағы бұл жерде айта кететін жайт, комментарий деген 2 слэш болады екен. Директив препроцессор include деп аталынады, функцияның басы include деп аталынады, using namespace директива, скобка басы және соңы. Яғни C++ тілінде қолданылатын сообщение ол сяут деп аталынады. Возврат main болды, жаңа көрдік. Мен оператор mainнан кейін, int mainнан кейін осы жерде осы функцияға кіретін операторлар орындалады. Осы функциядан кейін де программа бітіп қалмайды. Осы функциядан кейін void дейтін қайтымсыз бір функция ашуға болады. Және осының ішіне программа жазып, кейін осының функцияны главный функцияға шақыра салуға болады. Бірақ программада қанша функция болатын болса, біліңіздер, ол main сөзін ішінен іздеп табады, осы mainнан бастап оқиды. Сіз басқа программаға ашатын болсаңыз, оған қарамайды, main сөзінен бастайды да, осының ішінде қай функция шақырған, сол функцияға программа секіреді. Жақсы. Жалпы орындалу форматы жоғарыдан төмен қарап орындалады. Так. Тағы не айтамыз? Міне void main дейтін бар, int main дейтін бар, және return 0, возвращениені 0 ошибок дегенді қайтарады. Комментарийді жаңа айттық, 2 слэшқа айтылады, және вывод сообщений на экран деген бұл ең алғашқы программаның аты комментарийге алынған болатын. IOStream'ді айттық, input, output stream ретінде қолданылады, препроцессор ретінде. Яғни препроцессор деп жазылған. Тағы не айтамыз? Input это ввод, output это вывод. Немесе input мәліметті ішке енгізеді, output мәліметті сыртқа шығарады. Именно заголовок неге жаңа main туралы айтылған, неге main болады, немесе басқалса болмай ма деген сияқты. Кітапты оқып көруге болады, бірақ біз жылдамдатамыз. Жаңа std болмаған жағдайда жаңа айттық, std двоеточие сяут, handleға да осылай std қойып отырамыз. Сол үшін біз изначально name std директивасын шақыратын болса, ол бізде сяутқа, handleға және sinға жауапты болады. Енді дәл осы әрекетті пайдалану арқылы сіздер еркін қарапайым әрине программалау тілінде өлең шумақтарын жасай алады деген ойдамыз. Келесі сабақта біз айнымалармен танысатын боламыз. Келесі сабақта жүздескенше сау саламатта болыңыздар. Сіздермен бірге болған Есенбек Құрбан.
видеода түсінбеген мәліметтер болатын болса комментарийге қалдырыңыздар, уақыт болса міндетті түрде жауап беретін боламыз.